Ассалаумалейкум ағайындар. Бүгін 26 октябрь 2021 жыл. Шарбақтан жаңа қоныстанғаннан кейін Шарбаққа тал егуге көштім. Қазір мына жерде 21 үкі тесілген, қазылып. Қазір осының бәріне тал егетін боламыз. Бұл менің жерім. Песчаный жер. Песок жер. 2 жыл қатарынан осы жерге помидор, огурцы ектім, жақсы шықты. Оражай керім болды. Так, енді тал еккендегі біздер қазір қолданып жатқан технология. Яғни мынау үкі қазылды, мынау үлкен үкі. 60-та 60, тереңдегі де 60. Беткі слой мына жерге тасталды. Беткі слой мына жерге тасталды да, сосын ары қарай тереңдігін уже 15 сантиметрден ары қарай тереңдігін, ол неплодородный земля дейді, оны ортаға салдық, бұны артынан далаға шығарып тастайтын боламыз. Енді қазір мына плодородный земляға, өзің беткі жағына, бұған қазір навоз араластырылды, және мынандай фосфор, калий, азот, яғни осындай добавкаларды араластырдық. Еще 10 күрек навоз араластырдық. Міне мынау навоз кәдімгі шірген көбір. Және древесине зала дейді. Күл, яғни мынау күл ғой. Күлден сол 1 күрек, мұнан 10 күрек, навоздан 10 күрек, сосын жаңағы бір мынандай немен бір стакан ғой, былайша айтқанда 1 стаканның көлемінде жаңағы осы добавкасын араластырдық. Мына ұңғыманың үңгірдің астына шөп салдық. Бұл шөп, яғни тұрып қалған шөп. Осыны салдық. Бұл да ертең келе шіріп, бұл да жаңағы өзіне азық болады. Ал міне тоно Валерге шейін бәрін қазып. Қазір бұйыртса осылай добавкалардың бәрін араластырып, сосын талды егетін боламыз. Сосын бірінші мынаны араластырып болғаннан кейін жақсылап суарамыз бәрін. Сосын барып тал егеміз. Так, сосын міне мынау араластырып болғаннан кейін көмеміз. Сосын мынау қазір мен егіп жатқан талдың бұйыртса алма мен алмұрт талы. Соған мынандай шірген жаңа консервный банкінің темірлерін салып жіберген дұрыс болады. Мына алма мен алмұрттың құрамында железі бар ғой, желез деген темірі бар, яғни сол темір болғаны ертең шіріп, бұларға азық болуына септігін тигізеді. Барлық үкіге су құйылып жатыр міне. Осылай толтырамыз полный алып. Так, міне мынау алмұрт талы. Сарағаштың талы бұл. Сатып алынған. Қазір осыны егеміз. Мына үкінің дәл ортасынан, және мына прививка жасалған жері югке қарап тұру керек. Осылай қарап тұрады біздерде. Так, сосын оны көмгенде мына жерде корневая щека дейтін бар. Мына жерге шейін көмеміз. Мына жерге мынаның бәрін көміп тастауға болмайды. Егер мынаның бәрін көміп тастайтын болса, онда тал әлсіз болады, дұрыс жетіле алмайды, жай өседі, кейде тамырлар шіріп кетеді, өліп қалады талдарда. Мына жерге шейін көму керек. Мына прививка жасалған жерінен мына жерге шейін көму керек. Ал бұйыртса осыны егеміз қазір. Мына талды үкіге салғанда мынандай бір нәрсені қолданған дұрыс. Мынау деген
тепе теңдікті қарап тұрады. Яғни міне қазір корневая шекіден төмен, яғни мына жерде тұр. Бұл кәдімгі өзі осылай егілу керек. Осындай бір нәрсе қолданған дұрыс. Сосын қазір бұны көміп, қазір бізде мынау юкке қарап тұр. Көміп, қазір бұны трамбовка жасаймыз. Сосын өрсе су қоямыз. Міне алмұрт талымыз егілді. Трамбовка жасалғанда міне былай айналдырып осылай жаңа трамбовка жасалады. Енді қазір айналдырам, су құятын бөгет жасаймыз. Міне ағайындар, бірінші талымыз егілді. Бөгет жасалды, су құятын. Болды, енді осылай ары қарай қалғандарын еге береміз.